Aziz тамашагөй, көрсетуімізден орын алған біздің мейманымыз рубрикасына да нәубет жетіп келді. Біздің бүгінгі көрсетуіміздің мейманы Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің педагогика факультетінің музыкалық тәлім панигелігінің студенті, бірнеше танылулардың жеңімпазы, сондай-ақ жақындағына өлкемізде үлкен көтеріңкілік рухта өткерілген Әсірлер сазасы мәдениет фестивалының лауреаты Саламат Аяпов. Саламат, студиямызға қош келіпсіз. Әсілеп, сізді соққылға кіргізген жетіскенлігіңізбенен құттықтаймыз, әмде сөзімізді келің осы фестивал тәсірлерінен басласақ. Фестивал тәсірлері өзімде қалған тәсір бұл көрік фестивал бір конкурстай болып өтпеді, бір Қарақалпақтың бір үлкен бір тойындай болып өтті да. Бұнда һәм конкурс, һәм бір Қарақалпақтың тойындай болып, бір жақта палуандар, Қарақалпақтың тойында, милли тойында қандай не болса барлығы сода конкурс ішінде барды. Бір жағында палуандар күресіп жатса, екінші жағында аспазлар ауқат істеп жарысып жатыр. Бір жағында жырау бақсылар дастан айтып отырған болса, екінші жағында қошқар орыслар, қораз орыслар дегендей Қарақалпақтың тойындардай бір өзіміздің үрф-әдеттің нелерін, үрф-әдетлерді көрсетіп, үлкен бір Қарақалпақтың тойындай болды бұл фестивал. Таярлық бір үлкен бір жоғары дәрежеде болды таярлық. Бұнда біздер 5-6 май күні 2 күн фестивалымыз болды. 5 май күні бірінші күнінде бақсы жырау конкурсы болды. Бақсы жырау дастан айтты. Біздер өзі Қарақалпақтың бақсылары жыраулы дастан айтып, Қарақалпақ дастанларын айтты. Ал Сурхандариядан келген бақшылар олар өздерінің бұрынға, өздерінің милличілігі қосық тоқып, сол жерде, мәселен, топырақ қала туралы ма қосық тоқып, конкурста қатынасты. Түстен кейін, бірінші күні түстен кейін, фестивалдың фольклор жәмәті жарысты. Фольклор жәмәттің ішіне мен Қоңырат районы фольклор жәмәтінің арасында шықтым. Бұнда да Қоңырат районы Қарақалпақтың барын көрсетті. Қыз алу, қыз жігітіне ұшырасуы, су бойында, сай бойында білезік алу, Қарақалпақтың милличілігін көрсеткенде, мен де Қоңыраттың атынан фольклор жәмәтті қатынасып, нәсият қосықларын айтып қатынасқанмын. Екінші күні болса, гала-концертке бір жоғары рәвіште таярландық. Бұл конкурс фестивалда Өзбекстан бойынша 14 адам лауреат болды. Әр номинация әр түрлі бойынша, біреуі аспазлық бойынша номинация, біреуі шебер, өнермен, дизайн бойынша лауреатлар бар. Өзбекстанның ішінде 14 лауреат болса, соның біреуі мен жырау номинациясы бойынша лауреат болуға ерістім. Гүлнара Каримова бір диплом әм сондай нелерімізбен сыйлықлады, сондай кубоклы нелерімізбен. Бұдан жүді қуаныштымын әлбетте. Саламат, қалай фестивалды тамашалауға келген шетелдік меймандарда біздің милли киімдерімізге, үрп-әдеттерімізге, милли саз аспаптарымызға болған қызығушылықтары, көзқарастары қалай болды? Мен өзім ойлаймын, бұл біздің Қарақалпақ халқына көзқарасы жүді бір өзгеше болды. Себебі біздер қобызбенен тұрсақ, киім таярлықтың кезінде киімменен барамыз, миллилігіміз, киімлерімізбен қобызды алып барсақ, солар суретке түсіріп алады, біздерді видеоға түсіріп алады, бір қызығып, біздердің мәдениетімізге қызығады. Бірінші майдан басылып жатқан болса, бірінші майдан басылып шетелде меймандар келе басылады. Содан басылып күнде шетелдік меймандар қызығып, суретке түсіреді. Біздердің Қарақалпақтың несіне бір әуес етіп қарады олар. Сөйшеде бір қобызға бір ұстап көреді, бір өзі суретке түседі, біздермен суретке түсіп бір айрықша тәсір қалдырды. Енді Саламат, шәкірттің бұндай жетіскенлігінде әлбетте ұстаздардың минеті олы. Келін сол жерде ұстаздарыңыз хақында да айтып өтсеңіз. Ұстазлар хақында айтып өтсем, ұстазларымның орны әлбетте шексіз. Ұстазларым фестивалға қатынасуыма өз ақыл нәсиhaтларын берді. Мынандай қылып айт, мынандай қылып көрін, мынандай қылып қатынас.
Со фестивалға қатнасуымда со ұстазым Бақберген аға Сырымбетов сол тәвсие етті. Онда со өзімнің бірінші балалықтағы ұстазым Тұрғанбайға қоңыратылған. Тұрғанбайға Атамұраттықтан соның намасын алып шерттім. Ал со қазіргі Бақберген аға Сырымбетовтен со дәстәнін үйреніп, со екеуін қосып кешегі фестивалда со екі ұстазымнан алған білімімді фестивалда көрсетуге миясар болдым. Һәм со фестивал университет жеміндегі ұстазларымыздан жүдә бір қоллап қуатлап тұрды. Сөйде Құрбанбайға, Фахреддин аға, университет жемәті ұстазларымнан алған білімлерімді еледе бір құда қалесе бір сумен шекленіп қамай рауыжландыру қобыз аспадын дүнияға таныту дегендей. Ұстазларыма шексіз миннетдаршылықларымды білдірмен. Рахмет, саламат, мазмұлы сәубетіңіз үшін. Алдағы оқуларыңызда, дөретушілеріңізде табыстар арта берсін. Ниетіңіз жолдасыңыз болып, халқымыз ардақлаған әділі перзент болып жүре берің. Және бір мәрте бүгінгі табысыңызбенен құттықтаймыз. Бай бөріменен бай сәрі шәртлесіп болғаннан соң, арадан жыллар өтті. Бай бөрінің аялы жантілес бір ұл, бір қыз туды. Ұлының атын Мәрт Алпамыс, ал қызының атын Қарлығаш Айым қойды. Бай бөрінің аялы атын Шашпай беше тек болғаны бір қыз туды. Оның атын Гүлпесін қойды. Бай бөріменен бай сәрі бұрынғыдан да бетерірек тамыршылық, татушылықпен қатынасып жүре берді. Арадан 7 жыл өтті, балалар 7 жасына да келді. Бай бөр бай баласын сүндеттірілмекші болып, 17 күнге шекем халыққа той берді. Бақсы жырау айттырды, дабыл қақтырды, гернай тартырды, сырнай шерттірді. Ұзаққа хат жолатты, жақынға ат жаптырды. Бай бөр бай тойына құдасы Байсары байғыда айттырды. Бай бөрінің тойына Байсары 40 жігітін кейін ертейіп, тойханаға келіп тұрып, кешкі атты ертеңмен таң атты күн сарғайып шыға берді. Меймандарға тамақ тартты. Тамақты жеп болып пәршасы тамашаға шықты. Әуелі ат шаптырды, кейін күрес тұрды. Оның күйіне көкмар ойнаттау. Байсары қарап тұрса, бай бөрінің жігітлері құда жақтың жігіт лақтан басылдырып, әкемде болса берме деп, ұр кір кір, сұр шырпа шырп қылып, ане ойынның арасында құда жақтың жігітлерін лақпенен ұрып жүрген көреді ау. Байсары байдың қаһары қатты келіп, өзінен өзі қиялланып, қане неғып тұра ұқсайды ау.
baradı. Ortaдағы көкбаран барын шұлып алады. Тағына таулап салады. Тағымында алаған құрды 3-4 айланды. Ешкім бұны қумады. Қуар бенде болмады. Тағы да құрды айланды. Айланып жүріп құрылар дие. Байсар бір ой ойланды. Астындағы қаланың қолаға басын бұрады. Құдалар не қылар екен деп қараңғырап тұрады. Ешкім үндемеген соң алаға қамшы ұрады. Байсардың баласы заңға қанат киген соң дариядай толып тасады. Теңіздей қайнап ұшады. Тәңір берген 4 аяқ аңнан саңнан барады. Бай бір байдан байсар бай құлағын алып қашады. Байқана қалып бір жақта құлап кетті тау бір жаққа. Байсарының баласы екі араны ашады. Ашады.